етеміз деп жоспарлап отыр. Енді білесіздер ғой қандай өзгерістер. Сол туралы бүгін біз жиналып отырмыз. Бәрі азаматтарды мына білесіздер, қазір Расул келеді. Мұнда орыс тілді журналистер келіп отыр. Мүмкін бір-екі сөз ресми тілде де айту керек. Бұлар каналдар жеткізсін. Так, былай шешейік. Кім бастап береді? Давай онда. Давай. Құрметті әріптестер, уақыт бөліп келіп отырғандарыңызға көп рахмет айтамыз. Осы жиынымыздың, осы жиында болатын әңгіме сіздердің қызмет етіп жатқан салада, ақпараттық құралдарда көрініс табады деген ойдамыз. Тағы да рахмет айта отырып, мен қысқаша таныстырып өтейін. Біраздарыңызға негізгі танымал адам осы көші-қон тақырыбында көбірек зерттеп, көбірек жазып жүрген Рахым Айбыл отыр. Ғалым, саясаттанушы. Ерден Қажыбек мырза отыр. Бұл кісі халықаралық қазақтың қоғамының вице-президенті. Одан кейін Нәбижан ағамыз отыр, Әл-Фараби атындағы жаңағы университеттің шығыстану факультеті, Қытай тілі кафедрасы меңгерушісі. Омарәлі Әділбек отыр. Осы біздің бауырларымыздың өздерінің құрған желу деген қоры бар. Өздері қаражат салып, осындай шаруаларға қол ұшын беріп, демеушілік жасап келетін. Сол қордың басшылары ауысып отырады. Қазіргі басшысы Омарәлі Әділбек мырза келіп отыр. Расул қазір осы есігінде қазір бір телефонмен сөйлесіп қалып жатқан сияқты. Сіздердің баспасөз баянының қолдарыңызда пресс-релизде жазылған, негізге жиналып отырған себебіміздің не қандай мақсатты екендігі. Бұл заңға байланысты, ол заң егер жаңағы түзетуге жіберілген заңның ішіндегі мынандай бір бап бар, сотталмағандығы жөніндегі анықтаманы алып келу деген. Егер осы бап заңның ішінде өтіп кететін болса, біздің мәжіліс мақұлдап, сенатта мақұлданып кететін болса, бұл біздің көшке бәрібір кедергі келтіретін нәрсе. Қанша жерден жағдай жасалып, қанша мүмкіндік тудырылғанмен де жаңағы бұл анықтама әсіресе мына Қытайдан, Ираннан келетін ағайындардың жолын тоқтатып тастайды. Неге дегенде Қытай мен жаңағы Иран сияқты мемлекеттерде, әсіресе Қытайда сотталмағандығы туралы анықтама бермейді. Оларға паспорт берілетін болса, қолдарына төлқұжат беретін болса, ол ешқандай заң бұзбаған адам деген сөз, ешқандай қылмыс жасамады деген сөз. Ал енді біздің заңымыз осыған кедергі келтіретін болса, біздің жаңағы миллионнан астам бауырларымыздың жолын тоқтатып қалатын сияқты. Осыған байланысты біздің азаматтар бүгін пікірлерін білдіреді. Баспасөздің табиғаты өздеріңіз білесіздер, қысқа нақты айтылу керек және журналистердің сұрақтарына уақыт қалдыру керек. Енді сондықтан сіздерде мына енді мен бірінші Рахымға сөз бергім деп отырмын. Рахым енді бұл тақырыпты жақсы біледі. Осы заңмен айналысып жұмыс жасап жатқан адамдардың бірі. Аса қоғамдық ұйым мен Желеу қоғамдық қоры екеуі мына жұмыс тобының жаңағы Сейтмағамбетов басқаратын мәжілістегі жұмыс тобына қатысып, осы заңның жаңағы дұрыс шешім қабылдауына жұмыс жасап жатқан азаматтар. Сондықтан Реке, сіз осыны жақсылап қысқаша түсіндіріп айтып берсеңіз деген сөзім болды. Жалпы өздеріңіз білесіздер, жыл басынан бері қарай осы заңды парламент қарап жатыр, мәжіліс. Соңғы шейін 17 отырыс өтті. Ондағы әңгіме әрине бірінші кезекте айту керек, заңның көптеген жақсы жақтары бар. Бірақ сол жақсылыққа біздің қандастарымыздың қол жеткізуге мүмкіндік бермейтін бір бап бар. Ол мынау заңның 49 бабы. Қазақстан Республикасына тұрақты тұрудан бас тартудың және оның күшін жоюдың негіздері деп аталады. Сонда 17 түрлі жалпы келуге мүмкіндік бермейтін жағы бар. Ал енді тармағы. Ал енді соның ішінде бізге ең маңызды қатысты бір тармақ, 49 баптың 9 тармағы, осы Қазақстан Республикасының келгенге дейін соттылығы болған, ауыр және аса ауыр қылмыс жасаған адамдарға байланысты. Ал енді осыған байланысты енді ең үлкен түйткілдер кезінде осы негізде үкімет 368 қаулы қабылдаған, одан кейін 111 деген қаулы қабылдаған. Онда да осы сотталмағандығы жөніндегі өзінің ақтығын, тәктігін дәлелдейтін нақты анықтаманы алып келу керек сол елден. Енді бұлай ойлауға болады, оны алып келе салу сонша қиын ба деген. Қиын. Өйткені Қытайдың мына шекарадан кіріп шығу туралы заңның 8 бабында айқын жазылған, егер соттылығы болған немесе азаматтық шақырылып кеткен кез келген адамға шекарадан шығу рұқсат берілмейді, немесе төлқұжат берілмейді. Ал мұндай жағдай Қытай бермейді ондай. Ал енді тіпті әртүрлі жолдармен алды деген күннің өзінде де. Ал енді оны мынау осындағы дипломатиялық өкілдіктер растап мақұлдау керек. Бұл мүлдем өтпейтін шаруа. Соған байланысты бізде мыңдаған отбасылар
қазір осы республиканың әр түкпірінде осыны тұрақты тіркеуге мүмкіндік ала алмай жүр. Азаматтық деген ол алыс та, ең кемінде тұрақты тіркеуге мүмкіндік ала алмай жүр. Ал енді олар өз елінде жерін, үйін сатып осында қоныс аударған, осында балалы болып жатқандары бар, үй салғандар. Ол мүмкін емес. Ал енді осыған байланысты көп жұмыс тобындағы депутаттардың көбі келісім берген, жақсы ұсыныстар болған, осында бір жұмсатсақ деген. Бірақ жақында үкіметтен арнаулы осыған хат келді, хатта нақты мәтіні былай жазылған. Аталған ұсыныс дейді премьер-министрдің хатында. Экстремизм мен терроризмнің жолын кесуге шараларына үйлеспейді. Және өз елінде сотталған адамдардың, ауыр және аса ауыр қылмыс жасап сотталған адамдардың Қазақстан Республикасына келуіне мүмкіндік жасайды. Сол себепті бұл шараны алмаймыз деген ғой енді. Ал енді сонда біз ойлаймыз, мысалы ауыр және аса ауыр қылмыс өткізгендер сонда біздің шетелдік қандастарымыздың аса басым көпшілігі ұстай ма? Жоқ па? Жоқ. Меніңше ол 100 мың немесе 10 мыңдаған адам ішінде біреу болуы мүмкін. Мүмкін. Ал енді сонда оның ар жағындағы 100 мың, 10 мыңдаған адамдарды табаннан тоздырып өзінің ақтығын, пәктігін дәлелдеуге не үшін керек болды? Демек, сол анықтама болмаса, біз оның қылмыскер емес екендігін немесе анықтай алмаймыз, басқа шара жоқ па деген. Ал енді біз ұсыныс жасағанбыз. Егер солай болса, біз көптеген елдермен, әсіресе қазақтар қоныстанған елдермен қылмысқа бірлесіп қарсы тұру жөніндегі арнаулы хаттаманы қол қойғанбыз. Неге ішкі істер министрлігі өзі сұрап алмайды? Сұрау берсін, мысалы, күмәнді адамдардан. Мына адам осындай екен, осыны анықтап беріңіздерші, қылмыскер ма, жазасын өтеді ма, өтемеді ма, қашып кетті ма, байқасты өтіп кетті ма, осыны анықтап беріңіздер деп. Ал енді осы 100 мыңдаған адамдарды табаннан тоздыруға, Астанаға сабылтуға, Алматыға сабылтуға не керек болды? Әңгіме мәселенің түйткілі осы. Сол үшін үкімет осы мәселені қайтадан қараса, парламент осы ұсыныстарды басқаша жолмен шешсе деген үміт қой біздікі. Рахмет. Осы заңсыздықтар мен кедергілердің қазіргі әкімшілік кедергілер болсын, басқа да соның қазіргі зардабын тартып жүрген азаматтар бар отырғанымызда. Мінекей бір көрініп қойыңыздаршы бұны, жаңа бауырлар. Бұл жігіттердің шаруасы мынандай. Бұлардың құжаттарын тартып алған, жаңа біздің құқық қорғау саласында қызметкерлер, және оларды апарып заңсыз қамауға салып қойған. Енді бұл жігіттер емес, бірақ осылардың достарын. Жаңағы балалар әлі қамауда сондайда жатыр, әлі істі болып жатыр, мысалғанда әкімшілік нелерде. Мына балалар соны айтып бергісі келіп отыр. Жақсы рахмет, сөзінің барысында журналистермен кездесу барысында ағайындарды. Реке, сіз енді кішкене мына жақта біздің әріптестерімізге жаңағы Матай Бақсақов ағамыз өкінді болған ресми тілде айтып беріңіздер. Мы сегодня собрались по поводу проблем, связанных с нашими соотечественниками, с административными препонами, с которыми они сталкиваются в вопросах получения гражданства, приезда в страну. В свое время, когда Казахстан обретал независимость в 1991 году, наверное, воссоединение казахов, разбросанных в силу разных исторических трагичных обстоятельств по разным государствам, это являлось одним из, наверное, главных достижений вообще независимости, суверенитета страны. В мире не так уж много вот таких крупных, разъединенных народов, как казахи, и практика, опыт того, чтобы возвращать их на историческую родину, он применялся различными государствами, продолжает применяться. Такие государства, как Израиль, Германия, Россия. То есть Казахстан здесь не един, не одинок. Но те проблемы, с которыми сталкиваются уже наши соотечественники в других государствах, они не наблюдаются. Там создаются все условия, все льготы, финансовая поддержка, адаптация, прочее, чтобы граждане этих государств, соотечественники возвращались, соответственно, в Россию, в Израиль, в Германию. Даже сейчас посмотреть на международную обстановку, мы наблюдаем волны миграции, которые сейчас накрывают Европу. Да? То есть речь не идет о соотечественниках, речь идет о представителях вообще других государств, других наций, других народов. И тем не менее, европейские державы проявляют гуманность, проявляют встречную волю и создают условия для того, чтобы эти мигранты
находили какое-то прибежище, пристанище в Европе. В нашем случае речь идет о наших соотечественниках, о наших единокровных братьях. Да? И вот те барьеры, которые с 2011 года создаются, они, конечно, являются, наверное, большой трагедией, большим упущением, поскольку речь идет не только о воссоединении, не только о гуманности, не только о достижении независимости, суверенитета. Речь идет о решении целого ряда вопросов, связанных с демографией, связанных с развитием государства, связанных с экономикой, созданием новых рабочих мест, заполнением того вакуума, который существует в Казахстане, тем более, что наша страна является одним из самых малонаселенных, скажем, государств в мире, исходя там из количества населения на, допустим, квадратный километр, да, одно из самых малозаселенных. Поэтому это вопрос национальной безопасности, национального развития. Поэтому, конечно, вот те искусственные препоны, они действительно искусственные. Несомненно, надо убирать, цифры говорят сами за себя. До 2011 года почти около миллиона наших соотечественников вернулось в страну. После принятия вот таких вот искусственных препонов, надуманных зачастую, буквально десятки только семей, десятки репатриантов могут получать такие возможности. Сотни, тысячи граждан отправляют по различным бюрократическим инстанциям, футболят с кабинета в кабинет, с офиса в офис, между Казахстаном и Китаем мотаются, получают очень много проблем, связанных с документом. Некоторые даже привлекаются к административной ответственности. То есть проблема, рождающаяся на ровном месте. Поэтому обращение общественных организаций, обращение целого ряда фондов, в данном случае главе государства, правительству, парламенту, состоит в том, чтобы убирать эти искусственные препоны, административные надуманные барьеры и создавать условия для того, чтобы наши соотечественники получали без каких-либо препонов гражданство. Я один пример приведу. У нас на эту процедуру уходят годы. Да? Уходят годы, тогда, как, допустим, в соседней России, когда речь зашла, допустим, о воссоединении с Крымом, сомнительный вопрос, но тем не менее, у них этот вопрос решается в течение 1 месяца. В течение 1 месяца была, соответственно, политическая воля со стороны Кремля, со стороны президента Путина, и этот вопрос был решен. Нам представляется, что при наличии такой воли в Казахстане можно было бы создать все соответствующие условия, тем более наши соотечественники не претендуют на какие-то льготные условия, на какую-то помощь. Они просят только, чтобы им предоставили гражданство, и за все остальное они готовы отвечать сами. Спасибо. По новым нормам требуется предоставление справки из страны прибытия. В основном это речь идет о Китае, о том, что не привлекался к судебной ответственности. Не привлекался к судебной ответственности. Специфика Китая состоит в том, что такие справки они вообще не выдают. У них этот вопрос решается следующим образом. Если кто-либо привлекался к уголовной ответственности средней и тяжких наказаний, у него просто-напросто отбирается паспорт. То есть заграничный документ, что он не имел возможности вообще выезжать за границу. Наличие у гражданина Китая паспорта автоматически по законам Китая означает то, что он не привлекался к уголовной ответственности. Вот эта специфика игнорируется в данном случае казахстанской стороной. Всех граждан требуют то, чтобы они предоставляли эти справки. Они месяцами, годами ездят между Китаем и Казахстаном, обивают пороги, не дают им эти справки, они продлевают визу, чтобы пребывать здесь каждый раз. Да? Это огромные финансовые издержки они несут за это, за каждую поездку, за каждое обновление. То есть вот такие препоны делаются. Специфика не понимается. Основная проблема состоит в этом. Смотрите, по пресс-релизу, да, до 2011 года порядка 1 миллиона наших граждан из Китая, главным образом, Узбекистана, Монголии, других государств возвратилось на родину. С 2011 года, после принятия
вот, допустим, в 2014 году, если ранее каждый год речь шла о десятках, сотнях тысяч граждан, в 2014 году, если я не ошибаюсь, было около 30 семей всего. Да? 30 семей вообще, не только из Китая, а вообще из других государств. Я думаю, цифры говорят за себя. Дело в том, что им не выдают из-за вот этих административных барьеров возможность получить гражданство. Все они находятся на временных таких условиях. Да, пожалуйста. А можно спросить, чем вы это можете объяснить, вот, эти искусственные препоны, да? Это, с чем это связано? Не связано ли с Жаном Лузяном? Нет, здесь, понимаете, есть международное законодательство о беженцах, о репатриантах, и согласно этому законодательству во всех государствах от тех, кто прибывает из-за рубежа, требуют справку о судимости. Но нюанс заключается в том, что мы ведем речь о гражданах Республики Казахстан, которые по воле исторической судьбы оказались за рубежом и через некоторое время возвращаются в республику. Это совершенно принципиально другая ситуация. И мы не просим убрать статью о предоставлении судимости из нашего закона. Мы просим сделать оговорку, исключая лиц казахской национальности. Вот мен бір сөз қосайын. Жалпы оралман деп айтып отырмыз. Енді оралмандар да бар, әлбетте ашаршылық кезінде ауып кеткен өз бауырларымыз, бірақ негізгі қазақтың сүбелі бөлігі шетелде отырғаны қазақтар өзінің аталған жерінде отыр. Шекара өзгерген. Ресей, өздеріңіз білесіздер, бірінші Түркістан үлкен мыңдаған жылдар бойынша түрік халықтар Орта Азияда Түркістан деген федеративтік үлкен бір мемлекетте тұрған. Мыңдаған жылдар. Ең соңғы басқарған білесіздер өзіміздің Ташкентте, астанасы Ташкент болған қазақтар, Тұрар Рысқұловтар, Мұхамеджан Тырышбаевтар, Мұстафа Шоқайлар. Одан кейін өзіміздің астанамыз Орынбор екенін білесіздер. Орынбор қазір қайда. Яғни 22 жылы Қазақстанның жері бүгінгі Қазақстанның жерінен 40%-дай үлкен болған. Ресейдің оңтүстігі, Қарақалпақстан мен Ташкент тағы басқа өңірлер. Жарайды, шекара қысқартылды. Біздің бауырларымыз шетелде. Тағы бір үлкен бір маңызды мәселе, соңғы жылдарда Қытай мен Ресейде және Орта Азияның көрші елдерімізде ассимиляция үрдісі үдеп келе жатыр. Яғни кезінде орыс 300-ден астам мектеп болса Ресейде, ол жерде шоғырланып отыр ол қазақтар. Өзінің ауылдарында, өзінің атамекен жерлерінде. Қазір 1-2 мектепті ашу мәселесі көтерілуде. Қытайда да сондай қытайландыру үрдіс қолға алынып жатыр. Әрине ол әр мемлекеттің өзінің саясаты. Яғни біз тағы да бірнеше жылды өткізіп алсақ, өз тіліне шорқақ, мәңгүрттенген миллиондаған бауырластарымызға тап боламыз да, бұл үлкен бір евразиялық көлемдегі үлкен бір геосаяси катастрофа болады. Өте қиын жағдай болады. Бұл өйткені тілін білмеген адам, азамат, ол қаншама өз еліне, өз халқына үлес қосам десе де, ол бәрібір өзге ұлттың жағдайына қызмет етеді. Сонда бұл өте үлкен мәселе. Және екінші мен орысша айтқан мәселені қайтадан біледі. Біз мына сотталмаған бапты жалпы босқындар жөнінде, репатрианттар жөнінде мысалы заңнан алып тастау деп айтып отырған жоқпыз. Болу керек. Сотталмаған жөнінде құжатты әкелсін. Қазақтардан, ұлты қазақ азаматтардан басқа дегендік. Өйткені былай қарасақ, жалпы өркениетті елде қалай қарайды өз азаматтарына? Сырттан келгенде. Израильде 1 сағаттың ішінде азаматтық береді. Мысалы Қытайды алайық, жабық Қытай, 1 миллиард халқы бар Қытай, оларда бір 2 заң бар. Біреу топырақ заңы, закон почвы дейді, топырақ заңы. Кез келген Қытай азаматы, кез келген мемлекетке кетсе, кез келген елдің азаматтығын алса, өзі де, өзінің бүкіл ұрпақтары, тұқымдары Қытай азаматтығын жоғалтпайды. Қытай азаматтығы есептеле береді. Бұл және мысалы қазір мысалы босқындар топырлап, мыңдап, 100 мыңдап қашып жатыр, араб елдеріне соғыс болып жатыр. Европа халықтарын не істеп отыр? Олар ғана 100-деген, мыңдаған келген ішінде міндетті түрде террористер бар. Оларға тосқауылдар жасап жатыр ма? Жоқ.
Европа өркениетті елдер біз 100 мың, біз 200 мың, біз 50 мың қабылдаймыз деп заңдар шығарып жатыр. Ал Германиямыз, Меркель мысалы кешегі мәлімдемесінде 800 мың босқынды қабылдаймыз, және олардың көбі мұсылман болғандықтан 200 мешіт салуымыз керек деп жатыр. Біз мысалы сотталған адам болса, болуы мүмкін еді. 1 миллион ішінен бір қазақ мысалы кезінде сотталған Қажығұмар бабам өзі атамыздың, әкеміздің біз арманын орындай алмай қалдық мысалы. Ол түрлі жағдайларға байланысты ол азамат елге келіп азамат болайын деп отыр ғой. Ол жауапкершілігін қашан деп отырған жоқ қой. Бұл өте бір принципті өте үлкен мәселе, және қазақ халқына ресми дерек бойынша қазақтың жартысы шетелде деп есептеледі шамамен, бірақ меніңше одан әлдеқайда көп. Қазақ халқының санының көбісі меніңше Ресейде, Өзбекстанда, Қытайда, өзге көрші елдерде және бүкіл Еуропаға бытырап кеткен. Сондықтан бұл біздің қауіпсіздігіміз үшін, біздің болашағымыз үшін бұл стратегиялық, әрі саяси, әрі мәдени, әрі этикалық үлкен мәселе. Сондықтан бұны дереу қолға алу керек, бұл мәселені көтеру керек. Біз қазақ тілі қоғам атынан 25 қыркүйекте бір жиналыс өткіздік. Ол жерде енді азаматтар бар, ұйымдар бар, мемлекеттік емес. Билік деген бұл абстракттық нәрсе емес, ол жерде адамдар отыр. Ол жерде түйсігін қамағандар да бар да, кәдімгідей ұлтжанды азаматтар да бар. Осы университеттер, қоғамдар, бұқаралық ақпарат құралдар, қорлар, жеке меншік болсын, мемлекет болсын, бәрібір бастарымызды қосып, 5 жылдың ішінде қазақтар шоғырланған шетелдерде 50 қазақ тілі орталықтан құру мәселесі қолға алып отырмыз. Бұл бастама әрине басталғаннан кейін, бірнеше орталықтар ашылғаннан кейін үкіметтен де талап етеміз, басқа күштерді пайдалануға ел болып осы мәселеге күресуге тырысамыз. Жалпы сырттағы қазақтың мәселесі Қазақстан Республика үшін ең өзекті, кезек күттірмейтін мәселенің бірі. Сондықтан осы алғысымды білдіремін мына Дәурен бауырымызға, осы баспасөз ақпарат клубына осындай мәселені көтере беру керек. Жоғары жаққа да осындай жиындар керек, осындай талаптар қойылғаны қажет деп есептеймін. Жақсы, сұрақтарға көшейік. Мына жерде пресс-релизде жазылыпты да, президент тапсырмасы бойынша енгізілді осы ұсынысы бойынша осы өзгерістер заңға. Бұл заң әлі ішке не алған жоқ, иә? Сосын мынандай сұрақ жаңа Джоанна қойды, мен басқаша қойсам деп отырмын сұрақты. Сіздің ойларыңызша, мысалы президент үкіметке осындай ұсынды, үкімет парламентке заң жобасына өзгеріс енгізді. Енді үкімет, билік болсын, президент болсын, мысалы неге олар орысша айтқанда не заинтересованы, да, если осындай нелер тосқауылдар қойып отырса, олардың мемлекеттің, биліктің оралмандардың, қазақтардың шеттен елге келуіне сонда қарсы ма? Соған қарсы ма, неге ойлайсыз? Қалай ойлайсыз? Қандай ма? Жақсы, Өнеке, Омарәлі. Рахмет, жақсы сұрақ қойдыңыз. Азаматтарыңызға көп рахмет, журналистер. Мен былай еске сала кетейін. 2009 жылы Қазақстан жан саны артты. Осы кезде қазақтың жан саны 60%-ға барып кетті. Осы кезде оралмандардан 960 мыңдай адам келді. Хабарламада бар, көріністі 2004-2006 жылда біз көшенің алтында өлген болады. Осыдан кейін жағдайып баспасөзде бір ақпараттық соғыс жүрді. Оралмандар қашып кеткен, енді жағдай жасағанда келіп жатыр, болмаса келеді, үй сұрайды, айтеді, бүйтеді деген сияқты. Содан кейін осыдан байқайсыздар, 2012-2013-тен кейін көші ортақтады. Біз енді ойлаймыз, көмес күштер бар ма осыған қарсы? Және президенттің айтпасөздерін жазылып баспасөзде дұрыс кезінде Құрылтайда айтқан, сіздердің аяқтарыңызға шөгіп бізді маңдаймыз осыны. Бұл жақтан жағдай жақсы үлкен атмосфера, бірақ осындай бүгінгі кедергілер бар. Соның көптен ақпарат соғыстарда үлкен кісілер айтты, олар неге келеді, кетіп қалған кезде. Осындай себептер бар шығар деп ойлаймын, мен ойлаймын, мына біз мына Қазақстан үкіметі еліміз жинауға үйіне келісімдерді қол қойғанбыз. Біз мысалы 27-28 жылдар өткен ғасырда бірталай адамдар ошқа көшіп келді жағында. 62 жылы 100 мыңдай адам шекарадан өтіп келді. Осы кезде бір үйдің 5 баласы болса 3 баласы сол жерде қалып, 2 баласы ошаққа келді. Бір үйдің 2 қызы ошаққа келді. Біреулердің әке-шешелері көшіп кетіп, балалары қалып қалды.
ал енді тәуелсіздіктен кейін міне 1,5-200 миллион қазақтар келді, бұлардың да бауыр туыстары жақында қалды. Біз ана келісімдер бойынша бөлім жабылған отбасылар өздеріне бас қосу, бір елді қараған елде бас қосу құқығы бар. Біз осы келісімге қол қойғанбыз. Сол үшін де бізде көптеген адамдар келіп жатыр. Міне соңғы 3 жылда күрестер мына шиелек кадрларға барсаңыздар, егер журналистер сіздер қызықтырса біз ет барымызға болады. 3 жыл болып келді. Үйін, жерін сатып тастаған. Қытайда бәрін көшіп келіп алған. Бұл жерде азамат ала алмайды, жүрге алмайды, балалар жұмыс болмаса алмайды. Олар бір рет Қытайға бір рет барып, виза аштырып келді 1 жылдық. Ал Қытайға барған кезде 2-3 ай күтіп қалады. Визаға өшіріп. Ал сол кезде оның аштығы пысады, басқа жұмыстар күйіп кетіп кетіп жатыр өте көп. Нақты сіздің жауабыңыз сонда қандай да бір күштер бар дейсіз ғой. Осылай екен деп ойлаймын, оны сіздер зерттеп көрсеңіздер болады, журналистер осы тақырыпта. Сұрақ болады ма? Мен білгім келетіні, бүгінгі ситуация, бүгінгі жағдай айтып отырсыздар, 1 миллионға жуық қандастарымыз келіпті. Енді бүгінгі біздің биліктердің осындай бір шектеулер болып жатқаны да айтылды. Егер осы жағдай қайталанып жалғаса берсе, біздің елдегі жағдайда бір өзгерістер болады ма? Болмаса бір дүмпулер, болмаса енді үлкен күш қой, 1 миллион деген үлкен күш. Оның арты не болады? Соны мысалға билікке аңғарту үшін біз айтуымыз қажет сияқты. Осы жағдайдың арты неге апарып соғуы мүмкін, осыдан жауап беріңіз. Осылай жалғаса берсе. Халық қиналады. Басқа не айтады? Нақты жауап. Меніңше бұл мәселені қалай болғанда да шешу керек. Түрлі стереотиптер бар. Ол стереотиптерді жаңағыдай үркулерді қолдан жасап отырған тараптарда болуы мүмкін, қазақтардың қайтқанын жақтырмайтын. Мәселе осы төңіректе барлығымыз бірге қоғамдық ұйымдар, бұқаралық ақпарат құралдары, зиялы қауым, қоғамдық пікірді қалыптастыру. Осы заңдық дүниені талап ету. Жаңағыдай қорқыныштардың еш негізі жоқ. Кезінде миллиондаған азаматтар жаңағы Израильге қайтты. Миллиондаған азаматтар жаңағы Германияға қайтты. Қайтқанда олар сол мемлекеттің дамуына зор үлесін қосты, және қандай да бір қиындықтар туғызған жоқ. Бізде әлі күнге шейін сондай бір оралмандарға қатысты, өзіміздің қандастарымызға қатысты бір ерсі пікір әлі күнге шейін бар. Билік тарапынан бір ғана мысал келтіре кетейін. Мысалы, Израильді айталық, бүгінгі басшыларының, ең топ басшыларының жартысына жуығы Шимон Перес сияқты, Шаранский сияқты, бұлардың барлығы сол репатрианттар кезіндегі. Біздің сол 1 миллион қазіргі қазақтың Қазақстандағы 10-нан бірі арасынан бірде-бір министр жоқ, бірде-бір депутат жоқ, бірде-бір әкім жоқ. Бұның өзі көп нәрсені түсіндірсе керек. Яғни оларға деген көзқарас, оларға жасалып отырған дискриминация, оның ішінде тілдік дискриминация, орыс тілін білмегеннен қаншама зардап көріп жүргені. Бұның барлығы меніңше баяғыда шешетін кез келіп жетті. Себебі қайталап айтамын, бұл мемлекеттің, ұлттың бір таңдауы немесе жекелеген бір адамдардың бір шешімі емес. Бұл ұлттың парызы, бұл біздің қасиетті парызымыз. Мүмкіндік жасау, қайтып келем деген қандастарымызға мүмкіндік жасау, заңды, басқа мүмкіндіктер. Рахмет. Жақсы, тағы да сұрақтар. Дәке, мен мұны қарындастың сұрағына бір аз толықтау жасап кетсем өзі, жеке өз атымнан. Әрі базар әлі. Дүниежүзілік 3-ші құрылтайында, қазақтардың 3-ші құрылтайында президент айтқан. Ол кезде шеттен келетін оралмандарға қазақтарға квота берілетін. Сонда 2009-дан бастап әр жылы 15.000 отбасын көшіріп аламыз деп жариялады. 15.000 отбасы деген бір семьяда 4-пен болатын болса, бір жылда 60.000 отбасы келеді деген сөз. Ал 2010 жылдан бері біздің көші-қон негізінен тоқтап тұр. Санаңыз, сонда біз 2010-нан бері 5 жылда біз қанша мың отбасыды қандасымыздан айырылдық, солардың жолын тостық. Кем дегенде 250 мыңда 300 мың адамның қазақтың отанына оралуын жолын тостық. Менің қосымша айтпақшым осы. Рахмет. Бәке. Сұрайын дегенім, бізде заңға ұсыныс енгізілгеннен кейін заңға мәжілісте қоғамдық орындарда дайындалғаннан кейін сол заңды сол өзгеріссіз қабылданатыны белгілі. Біріншіден, екіншіден, қазақтан басқа ұлтқа справканы алып келу керек деген сөзді бұлар бәрібір енгізеді. Өйткені
ондай сөзді алып тастау үшін біздің билікке де бір күш керек шығар, оны алып тастай алмайды. Оған сенімді болыңыздар. Бұл жерде менің айтайын дегенім әбіргіттеу емес. Мына билік не ұсынса сол болады. Сондықтан қайтпек керек деген сұрақты бар. Осындай жиналыстарда өстіп біз жиналып, жанымызда 7-5-6 адам мүмкін қол жинауларымыз керек, нақты қадамдарға бару керек қой. Мысалы, Омеке Нәбижан аға, сіздер президенттік сайлау кезінде бас көтеріп осы президент ұсынайық деген кезде мен сұрақ қойғам. Осы президенттеріңіз сіздердің тілек талаптарыңызды орындай ма? Сіздер айтпасаңыздар президент өтпей қала ма деген сұрағым әлі ойымда тұр. Орындады. Сондықтан президенттік қаншалықты орындаған жағдайын жасағанын білмеймін. Негізгі әлгі орысша айтқанда Торинзала дейді ғой, ең түпкі бұған жауап беретін адам мемлекет басшысы. Сондықтан соған талап ететін, ықпал ететін бір механизмдерді дайындау керек шығар деп ойлаймын. Өйткені осы заңдағы жаңа енгізілген сіздер ұсынып отырған талаптарыңызды еш уақытта енгізбейді. Енді мені өзі Алла қателестірсін, менің ойым қате болсын, бірақ дегенменен бір нақты қандай қадамдарға барасыздар, ол заң еніп кетеді, ал сонда не істемек керек? Біздің елімізде өте қызық құбылыстар бар, жағдайлар бар. Мысалы, президенттің түрлі идеясымен біздің жасап жатқан заң ережелеріміз қарама-қайшы. Мысалы, ормандарда шеттегі этникалық қазақтарды тарихи отанына оралту бұл керемет үлкен идея. Тәуелсіздіктің алғашқы жылынан басталған болады. Ал енді соның ішінде бір тармағын ғана бір мисал айтайын. Университеттерде жылда бізге жалпы қабылданатын студенттердің 2%-ын квота ретінде оралмандарға береді. 400-ден аса оралмандар қабылданады. 4 жыл біз оларды оқытамыз. 4 жылдан кейін оларға паспорт берсе, сен шығып кет дейміз. Сонда біз ақшаны неге жұмсадық? Кімге жұмсадық? Ал енді оны шығып кететін болса, оның не қажеті бар? Ал енді біз 4 жыл, тіпті оны 6 жыл оқытқанбыз, оны магистрант болғаннан кейін де сен барып ана жерде Қытайдан жаңағыдай түрлі құжаттарыңды алып келіп жатыр. Ол 16-17 жасында келді осы жерде. 23 жас, 24 жасына келгенде енді кет дейді, 5-6 жылда. Ал осындай сәйкестіктер бар. Мен таңғаламын. Біздің заңменен президенттің жаңа идеясында өткен жылы өзіңіз қарама-қайшылықтар бар. Мәселе заңменен осындай қарама-қайшылықтар. Жұмысты кім істейді? Кімнің қолымен жасалады жаңағы нәрсе? Көбінесе сондай белгілі бір жеке адамдар ма, топтар ма, соны жасаушылардың қолымен өтіп кететін сияқты. Мысалы, мен Қытай танушымын, Қытай мен Қазақстанда бар, жаңағы қылмыскерлерді өзара өткізіп беру деген келісім шартымыз бар. Өнімге Қытай менен кейбір заңдарда өзіне сәйкестік, бір-бірін тану деген ішінде біздің дипломатиялық қатынас немелерде келісім шарттарда бар. Мысалы, Қытайдың заңында анық айтып отыр. Қытай айтады, ой, біз мына қолыңда паспортты бергеннің өзі сен дәлелдеген, сен еркін жүруге болатын ешқандай күмәнсіз адам дегендей. Осыны қанша рет айтып, аударып қолына ұстаттық, бұл қақпайтын неге. Соның ар жағында не тұр екен? Ал енді Қазақстан болашақ дамуын айтамыз біз. Әзірге біздің Қазақстандағы тұрғындардың әлі күштеді. Көптеген еңбек күш керек дейді. Ал еңбек күш келіп жатса, және оған қарсы. Ол жай келмейді. 1 миллионға жақын қазақ оралмандар 20 жылдан бері біздің әлеуметтік экономикалық дамуымыз қанша үлес қосты. Бірде-біреу анализ жасамайды. Анализ жасамайды. Жаңа кішігірім бір оқиғаларды айтады. Болмаса соларға кінәлауға соған бейін тұратыны бұл адамды күйдіреді. Сондықтан біздің айтатынымыз, жаңағыдай біз қаржы шығардық. Кез келген мемлекет қаржы шығарған ол тегін емес, оның қайтарымы болу керек. Кез келген салада. Ал енді білім саласында жаңағыдай біздің сәйкестіктер 4 жыл, 6 жыл оқытып алып, оны қайтаруға мәжбүрлеп жатқан жағдайымыз бар. Сондықтан осындай заң сәйкестіктер реттелсе деген мынау бір бұндай жағдайда былай істеуге Қытайда қазақтар мысалы Қытай өкіметіне мынандай нәрсені сұрай ала ма? Бізге сотталмаған туралы анықтама беретін заң қабылдасаңыздар деген сияқты. Қытайдың Қытай өкіметіне шешуге тура келеді. Жоқ. Оны Қытай үкіметі енді жан-жақтылық қарастырады. Қытай үкіметінің мына құқықтық процестері біраз төмен, шыны керек. Біздік сияқтаны соңынан барып куәлігіңізбен сыз еткізіп шығарып алатын жүйе ода жоқ. Сонан кейін олардың біркелкі жаңағындай құжаттық нормативтік немелер жоқ. Сонан кейін баратта қайтеді, әркім таныс білісімен ауданнан өз жерін алып біледі. Әртүрлі қағазда, ешқандай ақ қағаздың үстіне жазып қойған бүйтіп. Оны барып сен елшілікке барып растап десең, олар айтады, мына қағаз өзі дұрыс емес дейді. Ал сонда не болды? Мына Нәбижан бір сөзіне назарларыңызды аударғым келеді. Мына Қытайда паспортты азаматтарға бермейді. Паспорт алу өте қиын. Яғни мына адамның сотталмаған
азаматтығы жөнінде ең үлкен құжат сол паспорттың өзі. Яғни сол паспорт Қытай азаматының сотталмағандығының ресми құжаты деп есептеледі. Өнен кейін айтсақ, барып белгілі бір мемлекеттің азаматтығын қабылдаған еді, автомат түрде дейді Қытайдың азаматтығынан шығып қалады деген жазулы тұр. Паспорттың сыртында. Ал енді біздің еліміз о жағына келгенде соны назар аударғысы келмейді. Биліктегі заң жасаушы, соны заңды қабылдаушылар. Осы қанша жылдан бері айтып жатыр? Жақсы, Ирина, 31-ші арна. Біз көп сұрақтарға қазір жауап ала алмай отырдық та нақты. Мысалы, жаңа нақты не істейсіздер деген сұрақ болып, тағы да жалпылама кетті. Үнемі сіздер айтасыздар, біздер сіздер айтты деп біз айтамыз. Бірақ нақты нәтиже бола ма? Мысалы, қандай істеміне дейді ғой, соған бара жиыннан аласыздар. қандай нәтиже күтеміз? Ықпал ете аласыздар ма? Заңға өзгерту енгізе аласыздар ма? Нақты айтып бересіздер ма? Үндеу қабылдайсыздар ма? Жиыннан біз қандай нәтиже боламыз? Бұл жерде сіздер бір нәрсені дұрыс түсіну керек деп ойлаймын. Неге осы халыққа айтып отырмыз біз? Бұл тек осы не істейсіздер деген біздің ғана шаруамыз емес осында тұрған. Тұтас халықтың шаруасы, ұлттың шаруасы. Ол тұтастану керек па? Бірігу керек па? Ол халық болып бірігу керек. Мысалы, сен не істейсің, мен істемеймін деген болмайды. Сіз міне жөнесіз ба? Халыққа жариялаңыз мына айтқанның бәрін. Мына осындай ұлтымызға қауіп төніп тұр екен. Осындай ұлтымыздың тұтастануына үлкен кедергі жасалып жатыр екен. Үкіметтің тарапынан. Оның сылтауы жап-жақсы екен. Экстремизм мен терроризмнің алдын алу үшін жаңағы кез келген шетелден келген қазақ ақтау керек екен. Мен оны террорист емеспін, мен ана жерден анықтама алып келдім деп анықтау керек екен. Осы мәселені халыққа жазыңыз, халық болып жұмылайық бұған. Дұрыс, журналистер қоғамдық пікір Айбол ұлттық арнадан, ұлт кезет сайтынан. Біздер білеміз, Ресейде қандастарымыз бар да, олар ол жақта жақсы жағдайларға байланысты көбісі біздің Қазақстанға келмейді. Өздері де сөйтіп айтады, мен мысалы Самарада болған. Ал енді келгендеріне жақсы жағдайлар жасалады және азаматтық тез беріледі. Мысалы Оралдың өзінде. Ал неге Қытайдан келген қандастарымызға ондай мүмкіндіктер жасалмайды? Онда да бір саясат бар ма? Сіз бір кейбір тәртіпті жағдайға мән бергеніңіз дұрыс деп ойлаймын. Себебі Ресей мен біздің арамызда келісім бар. Олар соған байланысты ішкі істер министрінің арнаулы шешімі бар. 541 деп аталатын. 2002 жылы қабылданған. Олар 3 айдың ішінде азаматтық алады. Өйткені біздің заңдарымызда айқын жазылған, барлық заңдарда қарасаңыз, халықаралық шарттарды өзгеше көзделмесе дегенсіз. Демек, халықаралық шарттар өзгеше көзделді ма, жағдай жақсы ма? Одан кейін жаңа бір нәрсе Ресейде жағдай жақсы болғаннан кейін оралмандар келмей жатыр деген ұғым ода қате. Себебі ода ұлттық санаға байланысты бұл. Ол өзі қазақ болып өмір сүріп жүр ма, жоқ, әйтеуір тегі қазақ болған ба, әңгіме осында ғой. Егер ол шын мәніндегі қазақтың ұлттық қанымен тәрбиеленген, қазақ мектебінде оқыған болса, менің сол жерде сонша рахаттанып жүр деп ойламаймын мен. Дұрыс, рахмет. Жақсы, Мелса. Бұл мәселе қазір ғана туып тұрған жоқ. 20 жыл болды, біздің егеменімізді алғанымызда көп адамдар келді, көбісі кетіп қалды. Россиядан келген қазақтар, үш жылдан іштен кейін тақпағаннан кейін, біз бұл кісіні көтере алмағаннан кейін қайтып кеттік. Қытайдан келген қазір айтып отырғанымыз өте дұрыс. Мен бірақ үкіметке таңғаламын. Бұл не деген сонда? Қаяқтан шыққан іс бұл? Неге қолдамайды осыны? Сізден айтып отырған ештеңе жоқ қой. Бір ғана не? Айтып отырғанның бәрі дұрыс. Неге қабылдамайды? Бұның ішінде бір терең бірдеңкесі бар, мен әлі білмеймін қаяқтан шығып жатқанын. Оны қазір тоқтату керек. И қазақтар бірігу керек. 1 миллион қазақ келіпті. Мен солардың бәрін неге бірікпейді? Неге айтпайсыздар? Кішкене өзінің дауысын көтеру керек. Жыл сайын өрлетіп жатыр. Гражданство аламайды. Ешқайда шыға алмайды. Жолын бәрін бөгеп тастаған. Неге оған біз жібереміз? Сол үшін қатты үкімет қазір парламент сайлау болуға дейсіз. Уақытта келді, соны жасау керек. Соны қатты айту керек. Кішкене қорықпау керек. Жаңа бәрін дұрыс айттыңыз. Болашақта Қазақстанда жұмыс істейтін адам жоқ. Қазір ауылдың бәрін құртып жатыр, бәрін сол жаққа қалаларға тасып миграция. Ертең даланың бәрі дала болып қалды, адамсыз. Қазір істеп мен ешқашан келіспеймін бұл үкіметтің ісіне, сондықтан сіздерді кішкене бірігіп дауысты көтеру керек, қорықпай дауысы. Жаңа айтып отырсыздар, бәрі сескеніп отырған сияқты. Қатты айту керек. Бұл мәселе үлкен мәселе. Ертең абыройын төгеміз. Үкіметтің абыройын, халықтың абыройын төгеміз. Қазір Қытайға
бұл түкке жатпайтын зат қой. Дұрыс айтып отырсыздар. Керек болса үкімет өздері сұрау ғой, қауіпті жігіттер келіп қалса, ол қандай болды? Ал оның соның несінен көп адамдар вообще шыға алмайды. Мен оған ешқашан келіспеймін и көмегін сұрасаңыздар, мен айтамын. Мен осы сөйлеп кетейін. Вот эта тема вообще возмутительна в этом государстве. Мы уже почти 20 с лишним лет, так сказать, уже независимость приобрели. Значит, мы не можем тех людей, которые сами хотят на свою родину приехать, тормозить. Это не первый день, это все время об этом говорится. Меня это возмущает. Люди не могут получить гражданство, они не могут какие-то вещи, которые просто обязаны здесь иметь, будучи уже приехавшими, они не могут к этому дойти. Это возмутительный факт. Где наши депутаты? В конце концов, как можно вот этот закон, вот эту несчастную там строчку изменить, о том, что это кроме казахов Китая? Это, оказывается, невозможно затея. Это что за депутаты у нас, в конце концов? Уже, наверное, пора время, ну и кроме этого я говорю, что на сами уралманы их 1 миллион человек. Они давно, кстати, могут свой голос сказать. Но они какие-то вот мягкие, нежные, вот как все казахи. Но надо ставить вопрос более жестко. Здесь какая-то политика лежит. Она непонятна мне. Потому что 20 лет вот это вот издевательство над людьми идет. Вот это надо кончать. Поэтому я призываю вас все-таки объединяться и ставить более жестко перед государством, перед правительством вот эти вопросы. А я готов быть вместе с вами в этом. Тағы да қандай сұрақтар? Сұрақ болды. Мемлекеттік тіл бірлестігінің атынан оның үстіне тәуелсіздікті қорғау бірлестігі бар. Мұхтар Шаханов басқарады. Сіздерге сұрағым, сонымен ұсынысым. Сұрағым, мынау осы келеңсіздіктер бір жағынан өздеріңізде күнде шыға алмайсыздар. Көші-қон мәселесі де жиі қамтылмайды, оның үстіне жол да бермейтін шығар. Неше түрлі сіздерге кедергілер де жасайды, оны білеміз. Дабыра қылмай-ақ, мысалға тәуелсіздікті қорғау мемлекеттік тіл бірлестігінің атынан, Мұхтар Шахановтың атынан хат жіберіліп, осы жерде Өзбек деген кісі бар. Мынау Алакөлдің тұсындағы келген азаматтарға байланысты хат та жіберілген. Ол мәселеде қаралып жатыр. Содан кейін өткенде неде жатқан, қамауда жатқан жігітке байланысты да қолғабысымызды қолымыздан келгенін жасағанбыз. Әрбірден соң өз тараптарыңыздан мысалға мынау мәселе. Кезінде ашаршылықтың мәселесі осындай мына көрінбейтін ішкі жаудың қолынан шыққан болатын. Осындай қағаздар, осындай түрпектер, ана жерде мынаны қысқарту керек, мынаны істемеу керек, ойбай андай қауіп төніп жатыр, мынандай кіріп кету мүмкін, еніп кету мүмкін деген, ол нағыз жаудың, мына биліктегі отырған сатқындардың, мәңгүрттердің, солардың ісі. Яғни оны жақсылап тұрып қарауға болады, талдауға болады, шындап кіріссек, қазақтың мінезін білмейді олар. Жақсылап шындап кіріссе, ол сондай болады. Соған байланысты ұсынысым, яғни мына үлкен зиялы қауым өкілдері бар. Әшейінде жай отыратын, бірақ егерде үлкен бір қауіп деген сөздер дабыл болатын болса, онда бірігіп кететін. Яғни соларды жинап, соларға мәлімдеме жасап, үндеу жасап, басты біріктіріп, штаб құру мәселесін қарастырсаңыздар. Екінші, яғни сұрағым да соған байланысты. Осының барлығын бір бумерангтық принциппен ертең бауырымыздың айтқанындай үлкен дүмпуге әкелеме деген сұраққа қалай жауап беретін едіңіздер. Өйткені қазір наразылық өте үлкен. Назарбаевтың өзі Қазақстан Республикасының президенті. Қазірдің өзінде мысалға кешегі ұсынысы Біріккен ұлттар ұйымының штабын Азияда құру керек деген. Оның астарында қанша дүние бар. Біз үлкен миллиардтаған ақшаны жұмсап, глобалды мәселелерді шешуге дайынбыз да, өзіміздің кешегі осы жақтан немесе өзінің тұрғылықты жерінен келіп жатқан қандастарымызды әкелуге қауқарымыз жоқ. Соған байланысты сұрағыма жауап берсеңіздер, ал енді мына біздің тарапымыздан жаңағы айттым ғой, дабыра жасамай-ақ істеген тірліктер бар. Мұхтар Шахановтың атынан сіздер көрмеген, білмеген, ана жақта естіліп жатқан хаттарды барып жатыр. Соны қалай
шешсек, біз енді мына бейбіт түрде жасасақ деген ойларыңыз бар ғой. Міне осы жердің өзінде Қазақ ұлттық кеңесінің атынан 2-3 орынбасар отыр. Яғни осы үлкен ұлттық мәселе. Егер де бастама көтерсеңіздер, сіздерді қолдауға дайын жақсы түсінікті. халық. Жарайды, бұған енді бұл осылай мәселелерге байланысты жігіттер азаматтар жаңа көзқарастарын білдірді ғой. Жаңа мен Бекіс ағамыздың сөзіне мен қосқым келеді. Мысалға, сіз президенттікке түсуге бірнеше жаңағы сайлауға түстіңіз мысалға да, кандидат болдыңыз, бас тарттыңыз, ана кісіге өзіңіз дауысыңызды бердіңіз, жолыңызды бердіңіз дегенде. Ал сізде осындай мәселе болды ма? Осындай қандастарымыздың осындай жағдайлары бар екен, олардың көші-қонына кедергі болып жатыр екен деген сияқты. Немесе сіз басқа партиялармен де кездесіп тұрасыз, Нұр Отан, жаңағы қайсы Ақ жол партиясы деген сияқты сіздердің саясаттағы әріптестеріңіз. Олармен осындай сіздердің осы әңгіме бола ма сізбен? Үйде болады. Сайлау кезінде бәрін айтып жүрдім ғой. Бұл бірінші мәселе, біздің ұлттығымызды көтеру үшін, ана сезімді көтеру. Қазақтар келді, менің өзім ауылға жиі барып жүрмін. Сонда келіп жүрген адамды көріп жүрмін. Мүмкіншілігі жоқ. Енді паспорты жоқ адам қалай қалай оның өмір сүруге мүмкіншілігі жоқ. Жақсы, паспорт не үшін берілмейтіндігі айтты. Жаңағы азаматтық не үшін ала алмай жатқанды жайында енді нақтылап айтқан шығар деп ойлаймын. Бір бап қой, сол бапты жаңағы қалай болғанда да қоғамдық пікір туғызып, соны өзгерту керек, жұмсарту керек. Мәселе осы баспасөздің бүгін жасалып жатқан мәселесі. Соның бір өтініші, мысалға біз әріптестер, мынау оралмандар туралы жазған кезде, Қазақстанның сырттан келген ағайындар туралы жазған кезде жылаңқы материалдар жазып қою керек. Бұларды сондай көзқарас тудырады. Бұлар деген масыл, бұлар деген жаңағы франча, бұлар деген бұлай емес. Бұлар тек қана квотасымен жаңағы азаматтығын берсе болды, қалғанын өз тірліктерін өздері жасап жатқанымыз. Жақсы, тағы қандай сұрақтар бар болмаса? Осымен аяқтаймыз енді. Рахмет келгендеріңізге, жекелеген сұрақтарымыз